Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында бар болғаны 3 қана қоспадан тұратын 10 минутта сыр жасаймыз. Сырымыз өте пайдалы әрі дәмді болады. Қалың ыдысымызға менде үйдің сүті болғандықтан ситаға немесе марлеге сүтімізді сүзіп аламыз. Одан кейін сүтімізді газге қосып қоямыз. Жұмыртқамызға аздап тұз және қаймақты салып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркеле кетіңіздер, алдағы жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін. Сүтіміз пісейін деп қалған кезде жұмыртқалы массамызды араластырып тұрып құямыз және 5-7 минутте қайнатып аламыз. Міне сары сулар өстіп бөліну керек. Енді сита немесе дұршлаққа марлымызды қоямыз да сырларымызды өстіп сүзіп аламыз. Бетін жабамыз да үстіне тарелка қойып, ауыр затты қойсақ, суы тез сорғиды. Сорғып болғаннан кейін 5-6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін пайдалана берсек болады. Сырымыз өте жұмсақ әрі пайдалы болғандықтан балаларыңызға таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Достар, менің каналымда алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырсаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерді жаңа пайдалы рецепттермен бөлісіп тұрамын.